Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызда Дәулет Қасеновтың Найзағай шығармасымен танысамыз. Жалпы автор жайлы мәлімет алсақ, Дәулет Қасенов Қарақалпақстанның Қоңырат ауданында дүниеге келген. 1961 жылы шыққан жас ақын жазушылардың жас дәурен жинағына кірді. Дәулет Қасенов арқалы ақын, адалдық пен арды ту етіп көтерген азамат. Оның аңсау, арман сапары, өмірге саяхат, мен ғашық едім, құмдағы мұнара атты шығармалары бар. Жалпы бүгінгі тақырыбымыз найзағай болғандықтан, найзағай жайлы түсінік алсақ, жалпы найзағай қалай пайда болады? Ол адам өміріне қандай қауіп алып келеді? Найзағай табиғаттың қызық та әдемі құбылыстарының бірі. Алайда оның әдемілігі сізді қаншалықты таң қалдырса, соншалықты үрейлендіре де алады. Иә, ол кәдімгідей қауіпті. Статистика бойынша орта есеппен бір күнде 8 миллионға жуық найзағай жарқылдайды. Ал жылына аспан 300 миллионға жуық рет дүр сілкінеді. Мына картаға қараңыз. Жай оты жиі ойнайтын аймақтар сары қызыл түспен белгіленген. Көз ілеспес жылдамдықпен жарқ ете қалатын бұл оттың энергиялық күші 100 000 амперден асып түседі. Жыл сайын ормандар мен қалаларда өрт тұтынуына себепші болуының сыры осыда. Ол тоқ желілерінде істен шығарады. Керек десеңіз жасын адамға да тиеді. Ғалымдардың зерттеу бойынша әрбір 600 000 адамның біреуіне тиюі әбден мүмкін. Мүмкін деген сөздің астын сызып қояйық. Жыл сайын әлемде найзағайдан 3000 адам қайтыс болады. 2007 жылы Оклахома тұрғындары әлемде ең ұзын найзағайдың пайда болғанын көрген. Оның ұзындығы 321 шақырымға дейін жеткен. Ал ең ұзақ найзағай Альпіде тіркелген. Ол 7,72 секундқа созылыпты. Найзағай жарқылы жоғары разрядты электр қуатымен тең. Ал оның температурасы плюс 30 000 градусқа дейін жетеді. Естіп тұрсың ба, Карл? 30 000 градусқа дейін жетеді екен. Бұл күн аймағындағы температурадан 6 есе жоғары. Иә, 6 есе жоғары. Айтпақшы, күн күркіреп жатқанда биік талдың жанына барып тұра көрмеңіз. Әйтпесе мынандай жағдайға ұшырауыңыз мүмкін. Найзағай ұзын ағаштарға жиі түседі. Сол себепті ондай талдардың жанына, әсіресе қайын мен еменнің астына тығылмаңыз. Қысқасы, есіңізде сақтаңыз. Теория бойынша найзағай ең биік нүктеге түсуі тиіс. Әлбетте көп жағдайда солай болады. Алайда бұл тек теория жүзінде. Шынына келсек, найзағай оты жер таңдамайтын да сияқты. Dude, don't go outside. I'm not. Holy shit! Oh my god! Oh my god! Бүгінгі жан-жақты дамыған 21 ғасырдың өзінде ғалымдар найзағайдан 100% қорғанудың жолын таппай келеді. Тіпті найзағай туралы осы күнге дейін толыққанды мәліметте берілген емес. Енді оқулығымызда берілген найзағай мәтінімен танысып алсақ, келесі аудио жазуларны мұқият тыңдаймыз.